Адам қорқыныштан емес, қайта қорқынышты сезінген сезімдерінен қорқады. Қорқынышты жеңудің бір ғана жолы бар, ол қорқынышқа қарсы жүру. Әрине мен сізді түсінемін, дәл қазір сен қорқып тұрсың. Ертең ақшам болмай қалады, қарызым қайтпай қалады, жұмыссыз қалам ба, бастығым шығарып жібере ма, болмаса ертеңгі күнім маған дұрыс болмай қалам ма, бала шағама бірдеңе болып қалам ба, ауырып қалам ба деген түрлі сияқты қорқыныш. Енді ол жай ғана ой. Ол ойды сен ұстай алмайсың, бірақ ол әлі болған жоқ қой, әлі болмады. Дәл сол ойларды қайта-қайта ойлау арқылы одан химия бөлінеді, одан ол денеңе барады. Сосын сенің ішіңде ана ойға сезім қосылған кезде сен өз-өзіңнен дірілдеп бастайсың. Дәл сәл қазір болып жатқан сияқты сезім сезіне бересің. Джо Диспенза айтады да, адамда ми 5%, дене дейді да, адам тәні 95% жұмыс жасайды дейді да. Онда өз-өзіңнен қорыққан кезіңде не істейді? Тән соның ішінде рәсми түрде нақыс шынымен де балаңа бірдеңе болып қалған сияқты, саған дәл қазір бір қорқынышты бір жағдай болып жатқан сияқты сезімнің ішіне адам кірген кезінде дейді, сырт жақта әлі туылмаған вақиғаларды өміріңе өзің жасап шақырасың деп. Рәкта содан болады, қарызда содан болады, өмірдегі қиындықтардың барлығы сенің тәніңдегі сезімге байланысты болады деді. Не қорқытады мен? Барлығына мен дайынмын. Мен одан ешқандай қорықпаймын деген кезде сенің ішіңде қорқыныш не істейді? Шырт тоқтайды. Сен қорқынышыңды өзіңнің сезімдеріңді басқара алатын болсаң, ой саған ештеңе жасай алмайды. Өзіңнің ойыңмен сезіміңді меңгеруге өтесің. Демек сен өзіңнің өміріңді өзің басқара аласың, өз өміріңнің жасаушысы өзің бола аласың. Қорқыныштан шық та өз өміріңді өзің жаса.